Фильм Гоштың бір бөлмеде жалғыз отырғанынан басталады. Оны бір көргеннен-ақ ол бір нәрседен қатты қорқып тұрғанын байқауға болады. Кенеттен Доу үйге келеді. Гош оны көрген сәтте: "Ол қайта келді, ол мені тастамайды" дейді. Мұны естіген Доу оны тыныштандыруға тырысып: "Бұл мүмкін емес, өйткені 15 жыл бұрын болған оқиға енді қайталанбайды" дейді. Сол сәтте Гош жарақаттанған денесін көрсетіп: "Бұған қандай түсініктемең бар?" деп сұрайды. Содан кейін қосады: "Қара, ол бізге қарап күліп тұр." Доу есікке қарай жүріп барып тексереді, бірақ ештеңе көрмейді. Гоштың мұндай қатты күйзелісте тұрғанын көрген Доу түні бойы қалуға шешім қабылдайды. Гош ұйықтап қалғаннан кейін Доу телефон қоңырауын алады да дәлізге шығып сөйлеседі. Жүріп бара жатып ол үстелде қойылған газет қиындыларын байқайды. Оларда Алтия Нораның суреттері және Лисмана отбасының жұмбақ өлімі туралы мақала бар. Дәл сол кезде Доу бір нәрсені естіп, сол жаққа қарайды және сахна кесіледі. Гошты қайта көргенімізде таңертең болады. Доу балконға шығады да едендегі қанның жоғарыдан тамып тұрғанын байқайды. Жоғары қарап, ол Доудың мүшелері кесілген денесін ілулі тұрғанын көреді. Ол демониялық рәсімнің құрбаны болып өлтірілген сияқты. Осыдан кейін бірінші фильмнің екі басты кейіпкері Алтия Нораны таныстырады. Олар өткенді ұмытып, жаңа өмір бастаған. Бір түні ұйықтап жатқан Алфи сыбырлаған дауыстарды естиді де, оны өз қиялы деп ойлайды. Бірақ үстел шамын сөндірген сәтте ол жанында біреу жатқандай сезінеді. Сосын қорқынышты тіршілік иесі оның құлағына ібілістің баласы деп сыбырлайды. Қорқыныштан оянып кеткен ол бөлмеге бейтаныс адамдар тобының кіріп келе жатқанын көреді. Олар оны ұрлап, орманның тереңіне оқшау үйге апарады. Бір уақыттан кейін Алфи есін жиғанда өзін байлаулы күйде табады. Ол Нора туралы сұрайды. Сол кезде Джой Нора бөлмеге кіреді. Алфи оның қайда екенін сұрайды. Джой алдымен кешірім сұрайды, сосын түсіндіре бастайды. Бұл үйде балалары болмаған ерлі зайыптылар балалар үйін ашқан. Уақыт өте келе барлық балалар асырап алынған, тек 7 бала ғана сол жерде өсіп жеткен. Әйелі қайтыс болғаннан кейін ер адам, Аю, странно әрекет ете бастаған. Ол балаларды физикалық түрде қинай бастаған, ал олар бағынбаса қараңғы бөлмеге құлыптап аш қалдырған. Оның қатыгездігінен құтылу үшін сол 7 бала оны тірілей өртеп жіберген. Әңгімесін аяқтағаннан кейін олар Алфиге жаңа көйлек береді кетіп қалады. Алфи ауысып, жоғарыдағы бөлмеге шығып, ішіндегі заттарды қарай бастайды. Кенеттен Аюдың артында тұрғанын көреді. Ол шабуыл жасайды. Қорқыныштан Алфи бөлмеден қашып шығып, Нораны іздейді. Ақырында ол оны табады және Нора олармен бірге қауіпсіз екенін көреді. Нора шкафтың үстінде жасырынып тұр. Кристи оны байқап қалып, баяу өрмелеп шығуға тырысады. Дәл қолын созған кезде Нора шкафты оның үстіне құлатып қашып кетеді. Дәл сол кезде Алфи келеді де Кристиді балғамен ұрып өлтіреді. Өлер алдында Кристи: "Мені өлтіру ештеңені өзгертпейді. Ол сені күтіп тұр" дейді. Содан кейін олар Кристидің денесін жерлеуге дайындалады. Алфи Годидің бір қолында күнделік ұстап тұрғанын, екінші қолында өз саусағын кесіп жатқанын байқайды. Саусағы бұрыннан шүберекке оралған. Олардың арасында күдік туады, әсіресе 2 адам қайтыс болғаннан кейін. Рәсімнің өзі оларға қарсы күресіп жатқандай сезіледі. Осыған байланысты Алфи Нарамен кеткісі келеді. Буди келіседі. Бірақ кетуге шыққанда машина мүлдем бұзылғанын көреді. Буди ішіне сұрауға кіреді. Ал Алфи артқы орындықта Нора отыруы керек жерде діни қызметкер әйелді отырғанын көреді. Қайта бұрылғанда ешкім жоқ. Ол өзін тыныштандырып, бұл тек қиялы деп ойлайды. Бірақ діни қызметкер әйел кенеттен машина жанынан пайда болады. Сол сәтте Алфи қорқынышты көрініс көреді. Келесі сәтте ол бөлмеде атанасы Лисманамен бетпе-бет тұрғанын көреді. "Мистер Лисмана, ол сенің артыңнан қалмайды. Ол сенің құрбаныңды қалайды" дейді. Мұны естіген Алфи ашуланып, бәрі оның кінәсінен басталғанын, ол жауапты екенін айтады. Лисмана мойындайды. Ол барлығын құтқаруға тырысқанын, бірақ сәтсіздікке ұшырағанын айтады. Кенеттен Аю артынан Алфидің қолын ұстап алады, оның қолы күйіп жатады.
Көрініс бұзылады, Алфи шындыққа оралады. Оның қолында нағыз күйік іздері бар. Жағдай нашарлаған сайын Буди барлығын жинайды. Марта кітап туралы бәрін білетіндіктен, Алфи одан көмек сұрайды. Сол кезде Годи жоқ екенін байқайды. Лео оны іздеуге кетеді. Мартамен кітапты талқылап жатқан Алфи бетте тағы бір қан ізін көреді. Онда заклинание жазылған. Ол бірден Годидің бинттелген бас бармағын есіне алады. Күдік күшейеді. Расын анықтау үшін ол Мартадан балалық шақтағы суреттерді сұрайды. Суреттерде Годи үлкен шапалақта отырғанын көреді. Ал Лео аю қара магия жасайтын бөлмеге келетте, артынан Годи тұрғанын көреді. Бір сәтте Годи Леоны бөлмеге құлыптап, қанша уақыт шыдай аласын көрейік дейді. Сол уақытта суреттерді көрген Алфи ақыры шындықты түсінеді. Годи Стокгольм синдромынан зардап шеккен. Бұл психикалық ауруы бар адам өзін қинаған адамға ғашық болады. Шын мәнінде бұл бұрмаланған жағдай Годиде сол кезде пайда болған, аю оны физикалық қинағанда. Сондықтан басқалар азап деп көрген нәрсені Годи ләззат ретінде қабылдаған. Екінші жағында Лео құлыпталған бөлмеде Кристидің мәйіті жатқан. Кенеттен оның мәйіті тіріліп, оған шабуыл жасап, қолын аузына тығып, ішінен жағын жұлып алады. Буди уоки-токи арқылы Леомен байланысуға тырысады, бірақ орнына Годидің даусын естиді. Лео қазір менімен. Жақында сендердің бәрі де маған қосыласыңдар. Осыны айтқаннан кейін Годи жоғары шығып төсекке жатып, аюға құрбандық шалады. Көрінбейтін күш, аю оның денесін сипай бастайды. Қалғандары баспалдаққа жетіп, Годи отырғанын көреді. Буди, Лео қайда? Деп сұрайды. Годи күліп. Лео өзі баруы керек жерге кетті аюға. Сендердің бәрі келесі кезекте. Міне, әңгіменің басты жұмбағы ашылады дейді. Годи қара магия кітабынан заклинание арқылы аюдың жанын бұл әлемге шақырған. Бірақ оны осында ұстап тұру үшін ол жеткіліксіз болған. Сондықтан алғашқы құрбандық болды. Келесі нысана Алфи. Аюға одан да қорқынышты зұлымдықпен байланысы бар адам керек болған. Біз Алфидің оқиғасын бірінші бөлімде көрдік. Мұның бәрін білгеннен кейін Буди кітапты өртеуге тырысады, бірақ Годи оған кедергі жасайды. Ол Алфиге де сол заклинаниені қолданады, бірақ жұмыс істемейді. Осы мүмкіндікті пайдаланып Алфи оны өлтіруге тырысады, бірақ Годи қашып кетеді. Сосын Марта Годиді пышақтауға тырысады. Ол пышақты бұрып, Мартаға ішіне тығып жібереді. Одан кейін Алфи мен Мартаны бөлмеге құлыптап, өртеп жібереді. Алфидің қолын ұстап тұрып, Марта одан кітапты пайдаланып Годиді тоқтатуға уәде алады. Содан кейін ол өледі. Басқа амал қалмаған Алфи кітаптағы заклинаниені оқи бастайды. Кенеттен оның қолы отқа оранып, демониялық қолға айналады. Сол уақытта Годи Нораны өлтіруге бара жатқанда, Алфи бөлмеде ата-анасының теледидарға бос қарап отырғанын, ал Нораның көмекке шындап айқайлап жатқанын көреді. Қараңғы бөлмеде Алфи әпкесін табуға тырысады. Норамен қашып шығуға тырысқанда жолдарын біреу бөгейді, Марта. Олар әрең қашып, басқа жерге жетеді. Бірақ ақ матаға оранып тұрған Марта баяу аюға айналады да оларға шабуыл жасайды. Кенеттен Годи екінші жақтан пайда болып, оны лақтырып жібереді. Алфидің қолын көріп Годи. Сен оны ойлағандай қолдана алмайсың. Нағыз ережелерді білу керек. Ең маңыздысы, сен аю үшін тамаша құрбандықсың дейді. Сөзін аяқтаған соң ол Алфидің аузына қан құйып, ұзын тілін тығады. Өмір үшін күресіп жатқан Алфи пышақпен шаншып жібереді. Годи оны бір жаққа лақтырып тастайды. Дәл сол кезде Нора оны құтқаруға келеді. Алфи оған. Баспалдақтың алдында мені күт. Мен келемін дейді. Осыны айтып ол Годиге қайта шабуыл жасайды, бірақ әсері болмайды. Кенеттен Годидің аузынан бір түрлі нәрсе шыға бастайды. Алфи алған күшімен өткір затты оның басына соғып жібереді. Сол сәтті пайдаланып ол бөлмені өртеп, Норамен қашуға тырысады. Тағы да Годи жолдарын бөгейді. Бұл жолы мүлдем басқаша. Көмектесу үшін Буди көлікпен Годиге соғылып, оны лақтырып жібереді. Бірақ ең қорқынышты сәт болады. Годидің құрсағы жарылып, ішінен аю шығады.
Аю Будиге бар күшімен соғады, бірақ Алфи оның алдына тұрып, Аю оның денесіне енеді. Ол: алыс тұр, өйткені мен енді өзімді басқара алмаймын деп ескертеді. Десе де ол өзін кеудесіне пышақпен шаншып жібереді. Кенеттен көрініс көреді. Ол қараңғылық пен ақ түтіннің ішінде алыста бір фигура тұрғанын көреді. Жақындай түскенде ол қорқынышты демониялық тіршілік иесін, Аю табынатын сол демонды көреді. Оның аты Молох. Алфи: Аю қазір қайда? деп сұрайды. Демон қолын созып: ол қазір менің ішімде қамалып тұр, ол қарғысқа айналды. Ал сен не деп ойлайсың? Сен өз тағдырын қабылдаудан бас тартатын таза емес жансың. Мен сені бастапқыдан бақылап келдім, және сенің сол таза емес жаның маған тиесілі дейді. Осыны айтып, демон ұзын тырнақты саусағын Алфидің кеудесіндегі жараға тығады. Кенеттен ол оянып кетеді. Қалайда ол құпия күштің арқасында аман қалған сияқты. Осымен әңгіме аяқталады. Комментарийге ойларыңызды жазыңыз. Осы сияқты әңгімелер үшін арнаға жазылыңыз.